Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде ана тілі сабағы. Ана тілі сабағына қош келдіңдер балалар. Сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей өткен сабаққа кері байланысты өтейік. Өткен сабақта өткен тақырыптардың барлығын есіңізге түсіріңіз. Дыбыс дегеніміз не балалар? Дегеніміз не? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Өлім дегеніміз не? Дауысты дыбыстарды атай қойшы. Жіңішке дауысты дыбыстарды атай қой. Мәтін дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер менің сұрағыма толықтай жауап бердіңдер деген ойдамын. Тамаша. Сабағымызды бастайық. Балалар, сабақты бір семантикалық картамен бастағым келіп отыр. Семантикалық карта бірінші бағытта сөздер берілген, ал екінші, үшінші бағытта біреуінде бір буынды сөздер, екіншісінде екі буынды сөздерді белгілеу керек. Ал кәне барлығымыз ойланайық. Бір буынды сөздері бар. Сөздерді тауып алып, белгілеп шығайық. Белгіледік пе? Жақсы. Менің ойымша сендер өте дұрыс белгіледіңдер деген ойда. Яғни бір буынды сөздер. Кәне, қандай сөздер? Дұрыс айтасыңдар. Лақ. Екінші тағы бар ма? Нар. Дұрыс айтасыңдар. Ал қалғандар барлығы екі буынды сөздер. Тамаша. Екі буынды сөздерді кәне айтып жіберейікші. Дәптер. Өте жақсы. Кітап. Өте жақсы. Раушан. Өте жақсы. Қарға. Арба. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Ал енді сурет бойынша сөз болады. Мына бір суреттермен қандай сөздер құруға болады? Кәне ойлап көрелік. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші айна. Айдос. Тамаша. Айша. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал келесі сурет бойынша Гүлнұр. Айзат немесе Гүлзат. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Гүлнұр. Тамаша. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Балалар, сіздің сабағымыз әрі қарай өте қызықты болмақшы. Суретке назар аударып қараңдаршы. Ертегілер әлемі. Бүгін біз ертегілер әлеміне саяхатқа барамыз. Қане ертегілер әлемінің жан-жағында әріптер шашылған. Сол әріптерді жинасақ, біз бір кәне ертегіге барамыз. Ол ертегілер әлемінде не туралы екен? Кәне жинақтайық. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Түлкі туралы. Біздің ертегіміз түлкі туралы. Және оның досы жайлы. Яғни кім екен? Суретке жақсылап назар аударайық. Сонда біздің ертегіміз не жайында? Түлкі мен тырна жайында. Өте жақсы. Балалар, оқуымызды ашайық. Оқуымызда осы ертегі берілген. Барлығымыз сол ертегіні
мәнерлеп Сарна мен түлкі. Сарна түлкінің үйіне қонаққа келген. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырна жайпақ табаққа тұмсығымен шоқып, ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға алақай. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып береді. Сорпа дайындап, мұны құмыраға құйып берді. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыра басып кірмей қояды тырнаға. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп, үйіне аш қайтады. Балалар, ертегіден не түсіндік? Ертегі не туралы? Жарайсыңдар бала, түлкі мен тырна туралы. Түлкі не істепті? Жарайсыңдар, үйіне қонаққа шақырды. Сонда тамақты қайда құйып берді? Әрине табаққа. Табақтағыны тырна жей ала ма екен? Әрине жей алмайды. Соны сезген тырна үйіне келесіде не істепті? Ол да түлкі жей алмайтындай құмыраға сорпаны құйып береді екен. Сонда түлкі сорпаны іше алды ма? Әрине жоқ. Сорпа ішпей аш қайтыпты. Содан достар бір-біріне ренжіпті. Сонан екеуі бірге дос болмапты. Бір-біріне қатты ренжіген екен. Балалар, ал сендер қандай доссыңдар? Дұрыс айтасыңдар, адал дос болу керек. Бір-біріне мейірімді болу керек. Түлкі сияқты алдауға болмайды. Дұрыс айтасыңдар балалар. Осы ертегіні оқи отырып, достарына адал болуды үйрендік, солай емес пе? Дұрыс айтасыңдар. Бір-біріне мейірімді болу керек. Жарайсыңдар. Достар деген қандай болады? Дұрыс айтасыңдар. Әрдайым бір-бірлеріне көмекші, қамқоршы, мейірімді, адал достар. Жақсы болды. Тамаша. Ал енді балалар, шаршадық па? Олай болса сәл сергіп алайық. Қане орнымыздан тұрайық. Көзімізді оңға солға, жоғары төмен қозғалтайық. Көзіміз шаршады. Басымызды оңға солға, төмен артқа қозғалтайық. Дұрыс. Кәне, аяғымызды көтерейік, шірейік. Біраз шаршағанымызды басайық. Жақсы болды. Отырысқа енді жалғасып, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді әдемілеп жазып қояйық. Бүгін балалар, ақпанның 20-сы. Дұрыс айтасың, әдемілеп, көркем етіп жазып қояйық. Жаздықпан жақсы болады. Балалар, ақпанның 20-сы. Аптаның қандай күні? Нешінші күні? Дұрыс айтасың, аптаның 2-ші күні. Бүгін сейсенбі. Жақсы, тамаша. Кеше аптаның қандай күні болды? Дұрыс айтасың, дүйсенбі 1-ші күні. Ал ертең аптаның қандай күні? Аптаның 3-ші күні. Дұрыс айтасың, сәрсенбі. Тамаша. Апта күндерін жаттап алдыңдар ма? Жақсы болды. Әрі қарай жалғастырып,
оқулығымызды ашайық. Оқулығымызды ашып, екінші жаттығуға назар аударайық. Яғни алдымен екінші жаттығудың тапсырмасы қандай еді? Оқиық. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жазып шық. Яғни көп нүктенің орнына тиісті әріпті қоямыз да әліпби ретімен жазамыз. Балалар, екінші жаттығуды жазбас бұрын әдеттегідей көркем жазу минутына көшелік. Дәптерімізге қане бүгін әдеттегідей әрбір әліпбидің кез келген әрпінен бастап жазайық. Яғни бүгін қай әріпке көшеміз? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бүгін біз әліпбидің Ж әрпінен бастап жазамыз. Үлкен Ж әрпін жазып шығамыз. Әдемі, көркем. Сонан соң кіші Ж әрпін жазып шығамыз. Жазу жолының бірінші жолын әдемі, үлкен Ж әрпін, кіші Ж әрпін, және көркем жазып шығамыз. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер өте әдемі, көркем етіп жазып шықтыңдар деген ойдамын. Олай болса дәптерімізге екінші жаттығу деп жазайық. Жаздық па? Алдымен сөздерді тиісті әріптерге қойып отырып, оқып шығайық. Яғни бірінші сөз қандай сөз екен? Қандай әріп түсіп қалыпты? Жарайсыңдар балалар. Қандай әріп түсіп қалған екен? О әрпі түсіп қалған екен. Жарайсыңдар. О, құмыра. Тамаша. Келесі қандай әріп түсіп қалған екен? Жарайсыңдар балалар. Әрпі түсіп қалған екен. Қандай сөз сонда? Түлкі сөзі шықты. Тамаша. Келесі сөзді оқиық. Қандай әріп түсіп қалған екен? Көлеңке. Жарайсыңдар. Не әрпі түсіп қалған екен? Өте жақсы. Сонда қандай сөз шықты? Көлеңке. Тамаша. Келесі сөз оқиық. Қандай әріп түсіп қалған екен? Күміс. Өте жақсы. Бұл сөзде қалай жазылу керек? К мен Ү-нің арасын ашып қойған екен. Ол бізде бірге жазылу керек. Тамаша. Жарайсыңдар. Күміс. Тамаша. Келесі сөзді оқиық. Қандай әріп түсіп қалыпты? Әрпі түсіп қалған екен. Өте жақсы. Тамаша. Жүзім. Жақсы. Енді келесі сөзді оқиық. Қандай әріп түсіп қалыпты екен? Дұрыс айтасың. Бор. Әрпі түсіп қалған екен. Тамаша. Соңғы сөзді оқиық. Қандай әріп түсіп қалған екен? Қоды. Қоды. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Түсіп қалған әріпті таптық. Және де тағы не таптық? Бір сөзде әріп түсіп қалмаған екен. Керісінше олардың арасы бөлек жазылған екен. Біз соны тауып алдық. Солай емес пе балалар? Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ал енді сөздерді әліпби ретімен өздерің жазып шығыңдар. Жаздық па? Жарайсыңдар.
менің ойымша сендер дұрыс, әдемі, көркем етіп, рет-ретімен жазып шықтыңдар деген ойдамын. Тамаша, жақсы балалар. Ал енді балалар, әрі қарай жұмыс жасайық. Кәне, экранда ребус берілген. Ребусты шешіп көрейікші. Кәне, бірінші ребусқа назар аударайық. Q және 10 саны тұр. Яғни, қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыңдар. Тон. Өте жақсы. Келесі Q әрпі тұр. 10 деген сан тұр. Және ақ деген сөз тұр екен. Яғни, қандай сөз шығады? Қонақ. Жарайсыңдар балалар. Ал келесі 2 деген сан тұр екен. Сонан соң лік деген сөз тұр екен. Яғни, елік. Өте жақсы. Ребустың шешуі елік. Ең соңғысы К деген әріп тұр екен. Және 3 деген сан тұр екен. Қандай сөз болуы мүмкін? Жарайсыңдар балалар. Күш. Өте жақсы. Тамаша балалар. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, осы сөздерден өздеріңізге сөйлем құрастырыңдар. Аналарымен бірге отырып, осы сөздерден сөйлем құрастырыңдар. Жарай ма? Түсінікті тапсырма. Жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма сендерге? Бүгін біз қандай ертегімен таныстық? Дұрыс айтасыңдар. Түлкі мен тырна ертегісімен таныстық. Ол ертегіні сендер үйде өздерің аналарыңмен бірге отырып оқып шығыңдар. Жарай ма? Жақсы балалар. Тамаша. Олай болса бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Үйге тапсырма түсінікті болды ма? Жақсы. Олай болса сабақ аяқталды. Келесі кездескенше дейін сау, сәлем.